Сәлем құрметті көрермендер. Менің атым Мақсат Дүйсенбаев. Мен Ұлыбританияның Манчестер университетінде магистратурада білім алып келдім. Университетке түсудің талаптарының бірі IELTS емтиханын тапсыру болатын. Сол емтиханға дұрыс дайындалудың арқасында мен 8,5 ұпай жинай алдым. Яғни дұрыс дайындалудың маңыздылығын өзім түсініп, өзім орындағанмын. Және сол бойынша сіздермен кеңестерді бөлісуді жөн көріп отырмын. Ең алдымен IELTS деген не екенін анықтап алайық. IELTS International English Language Testing System деген сөз. Яғни ол халықаралық емтихан және оның мақсаты ағылшын тілін қаншалықты білетініңізді анықтау. IELTS-тың екі түрі болады. IELTS General және IELTS Academic. IELTS General'да шетелге көшіп, сол елдің азаматтығын алғысы келетіндер тапсыруға міндетті. Ал IELTS Academic жоғарғы оқу орындарында және кейбір жұмыс орындарында талап етіледі. Мен сіздермен осы екінші түр бойынша кеңестермен бөлісем. IELTS-тың бағалану жүйесі 0-ден 9-ға дейінгі шәкіл бойынша есептеледі және ұпайлар жарты балдық қадаммен өлшеніп отырады. Яғни 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 деген сияқты. Әрбір ұпайдың өзіндік критерийлері бар. Яғни 5 балл жинай алатын тапсырушы белгілі бір критерийлерге сай болу керек. 6 балл жинайтындікі мүлдем басқаша болуы мүмкін. Сондықтан жоғары оқу орны немесе жұмыс орны сізден кемінде қанша ұпай талап етеді, соны анықтап алуыңыз өте маңызды. Және өйткені әрбір орын ол балды өзі анықтайды. Мен IELTS-ты алғаш тапсырғанымда еш дайындықсыз тапсырдым және ұпайым жеткіліксіз болып қалды. Сондықтан дұрыс дайындалу, дұрыс лайфхактарды қолдану өте маңызды. Келесі видеоларда соның барлығын сіздерге айтып беретін боламын. Рахмет.